Біз жаңа сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа үш нәрсені есептедік, иә. Үш нәрсені алып тастап, тағы да жұмысшыға төленетін еңбекақыны шығардық. Енді қалған төртеуін есептейміз. Қалған төртеуі, енді төртіншісі әлеуметтік төлем. Формуласы жалпы еңбекақыдан экологиялық төлемді алып тастаймыз, егер де есептелінген болса. Және одан міндетті зейнетақы төлемін, яғни пенсионный взносты алып тастаймыз, егер де зейнеткер болмаса. Және де одан қалған суммадан 5% есептейміз. Бізге ескерту берген мына жерде зейнеткер жұмысшыға әлеуметтік төлем есептелмейді дейді. Яғни бізде бұл жұмысшы зейнеткер емес, сондықтан есептейміз. Бізде жалпы еңбекақы 329.016 теңге. Одан экологиялық төлемді алып тастаймыз 45.456 теңге. Және одан міндетті зейнетақы төлем, яғни пенсионный взносты алып тастаймыз. Одан қалған сумманың 5% бізде социальное отчисление, әлеуметтік төлем 12.760 теңге болады екен. Енді бесіншісі әлеуметтік салық. Формуласы жалпы еңбекақыдан алып тастаймыз экологиялық төлемді, егер де ол есептелінген болса. Міндетті зейнетақы төлем, яғни пенсионный взнос, егер де зейнеткер болмаса. Және одан міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни ВОСМС-ті алып тастаймыз. Және де одан қалған суммадан 6% есептейміз. Енді есептеп шығамыз. Жалпы еңбекақымыз 329.016 теңге. Одан экологиялық төлемді алып тастаймыз 45.456 теңге. Және одан пенсионный взнос, яғни зейнетақы жарнасын алып тастаймыз 28.356 теңге. Және де міндетті медициналық әлеуметтік жарна ВОСМС-ті аламыз 6.580 теңге. Одан қалған сумманың 6% 14.917 теңге. Енді келесі міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер дейді. Яғни ОСМС, жалпы еңбекақының 3% дейді. Және де мынада ескерту берілген. Бізде жалпы еңбекақы 329.016 теңге. Оның 3% 9.870 теңге болады екен. Енді келесі соңғысы жетіншісі жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары. Ол 3,5%. Бұл да әрбір жұмысшының зейнетақы қорына аударылады. Ескерту зейнеткер жұмысшыға зейнетақы төлем есептелмейді. Бұл экологиялық төлемнен міндетті зейнетақы төлем ұсталынбайды. Жаңа ОПВР-ді айтып жатыр, обязательный пенсионный взнос работодателя. Енді есептейміз. Жалпы еңбекақы 329.016 теңге. Экологияны алып тастаймыз 45.456 теңге. Одан қалған сумманың 3,5% 9.925 теңге. Осы жерде бір ескерту айтып кетейін. Осы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, яғни ОПВР, 2027 жылы 4,5%-ға өзгереді. Және 2028 жылы 5% болып өзгереді. Және ары қарай солай 5% болып қалады. Яғни бұл жерде әлеуметтік төлем, яғни социальное отчисление, әлеуметтік салық, социальный налог, міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер, яғни ОСМС, және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, ОПВР, обязательный пенсионный взнос работодателя. Бұл төртеуі жұмысшының еңбекақысынан ұсталынбайды. Бұл төртеуін жұмысшы үшін мекеме өзі төлеп береді. Яғни қайтадан басқа жаққа оралатын болсақ, мына жерде бастапқы үшеуін жұмысшының еңбекақысынан ұстап қаламыз. Қалған төртеуін ұстамаймыз, Бұл жұмысшы үшін бұл төртеуін кәсіпорын өзі төлеп береді.